Өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн. Қандай жағдай болса да, өмір тоқтап қалмайды, осыны ескеріңіз. Өзіңіздің істеріңізге өзіңіз сүйсініп қарайтындай етіп өмір сүріңіз. Ақылды адам өмірге бейімделуге тырысады, ал ақылсыз өмірді өзіне бейімдегісі келеді. Өмір парасаттылығы адамдардың парасаттылығынан әлдеқайда терең және кең. Айналамызда ерекше заттар көп, бірақ жазушылар бізге қарапайым күнделікті өмірдегі оқиғаларды айтады. Адам анасынан туған күні ғана дүниеге келмейді, өмір сүру барысында да мың өліп, мың туылады. Жаман болса әйелін арманда өтер өмірін, артылғандай есекке. Дүние бірде бал, бірде у ұсынар. Бейнет көрме, біреуге бейнет берме. Дүние алдамшы, өмір қу деп илірме. Қамдан сақтан, қалғып бақ, бәле келсе, бәрін Құдай қылады дегенге ерме. Кейде бір жамандықтан кейін екінші жамандық күтіп тұрады. Алайда оған бола өмірден түңілудің қажеті жоқ. Әлі алда талай тамаша күн туатынына сеніңіз. Өмірде еш нәрседен жүрексінбей сүңгіңіз. Ол сізді алдамайды. Өмір керемет картиналары, мыңдаған бөлмесі, жарқыраған жарығы, ақылды әсем, биязы адамдары бар бір үлкен ғимарат секілді. Ал осы сарайдың ең әдемі жерінде тұру үшін өмірдің барлық өткелдерінен өтуіңіз керек. Ерінбей еңбек еткен адам ғана бақытқа қол жеткізеді. Өмір маған ең маңызды сабағын берді. Сізді қиын жағдайда жалғыз қалдырған адамды кешіруге болмайды. Ол сізді тағы да алдауға дайын тұрады. Өмірдің басты қағидасы өмір сүру. Қолыңыздан келмесе де өз-өзіңізге мен мына затты жасай аламын деп уәде беріңіз. Өткен іске өкінбеу керек. Өмірден алған соққылардың бәрі маңызды емес. Маңыздысы біздің еш нәрсеге мойымай, алға қарай ұмтылып өмір сүріп келе жатқандығымыз. Егер сіз біреуге бірдеңе дәлелдегіңіз келсе, демек сол адам үшін өмір сүріп жатырсыз. Ал өзіңіз үшін өмір сүрсеңіз, сіз ешкімге ештеңе дәлелдемес едіңіз. Өмір самал, ажал амал. Өнердің өмірден айырмашылығы өнер өмірден үйренбейді. Адамдарға ақыл парасат өз өмірін жақсарту үшін берілген. Әр адамның өмірінде ұзақ күн, ұзақ түндері болады. Қысқа күн, қысқа түндері де болады. Асылы адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап бояуға, оған ажар, түр беруге, оны әшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді.